Өткен жылы Жамбыл облысында білім беру жүйесін қаржыландыруға 190,8 миллиард теңге бөлінген. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 57 миллиард теңгеге артық. Ал нәтиже қандай? Білім сапасы көңіл көншіте ме? Күні кеше басты саладағы басымдықтар мен олқылықтар сараланған алқа мәжілісі өтті. Басқосуға облыстық білім басқармасының басшысы, саладағы жауаптылар мен облыс әкімінің орынбасары Ержан Жылқыбаев қатысты. Өткен жылы атқарылған жұмыстар мен 2021 жылы алға қойылған міндеттер туралы тілші материалында. Бүгінгі күні облыста барлығы 551 мектепке дейінгі білім мекемелерінде 56.616 бала тәрбиеленіп жатыр десек, өткен жылдың басынан 739 орындық, 8 жекеменшік балабақша және 399 қосымша орын ашылыпты. Ал өңір бойынша 456 мектепте 241 мыңға жуық оқушы білім алуда. Олардың 51% дәстүрлі форматта білім алса, 49% қашықтықтан оқытылуда. Жамбыл мектептерінде бас аяғы 26.600-ден астам педагог қызмет етеді. Ұстаздардың 99,5% жоғары білімді дейді білім басқармасының басшысы. Жалпы өткен жыл аймақта білім беру жүйесін қаржыландыруға 190,8 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 57 миллиард теңгеге артық. Алайда білім саласының бүгінгі ахуалы көптің көңілін көншітпей отыр. Білім сапасының деңгейінен бастап проблемалар шаш етектен. Тоқтамы болмай отырған сыбайлас жемқорлық мәселесі де бұл салада кеңінен етек шайған. Сол өткен жылдың қорытындысы бойынша көптеген заң бұзушылық, атап айтқанда бюджет қаражатын жымқыру фактілері бар. Сол үшін осы біздің алқа мәжілісіне қатысуыңызды пайдаланып, құзырлы органдардың өкілдерінің қатысуларын пайдаланып, осыған бір тоқтам болу керек деп есептейміз. Аудандық білім бөлімінің басшылары қатысып отыр. Сонымен қатар аудан әкімінің орынбасарлары қатысып отыр. Мына балабақшалардың іс-әрекетін, әсіресе қаржы жағындағы іс-әрекетін қатаң бақылауға алу керек. Біз облыста отырып, олардың не істеп жатқанын біз бақылай алмаймыз. Гүлнар Ходжабергенова қазіргі таңда білім мекемелеріне жүргізілетін бейберекет тексерістердің де көбейіп кеткендігін жеткізді. Мұның барлығы заң аясында болуы керек дейді ол. Мектепке, балабақшаға, жалпы балалардың ұйымдасқан қызметін ұйымдастыратын мекемелерге бөгде адамдарды кіргізуге болмайды, әуелден ата-ананы да кіргізуге болмайды. Мектеп қызметкерлер балалар қабылдап алып, ата-анаға табыстап отырады. Бірақ оған қарамастан бізді ескертпестен, аудандық білім бөлімдерін ескертпестен қазір соңғы кезде жаңа жобалық офис дейді, үкіметтік емес ұйымдар дейді, басқа да ұйымдар, мемлекеттік органды бізді, яғни білім басқармасын ескертпестен тексеруге шығып жүр. Біз оны барлық біткеннен кейін анықтама келгенде немесе теледидарға шыққан кезде көріп біліп жатамыз. Енді ондай болмауға тиіс деп біз ойлаймыз. Сол өзіңіздің тарапыңыздан бір нұсқама берсеңіз. Өз кезегінде облыс әкімінің орынбасары тексерістерді шектеу туралы шешім қабылдайтындығын айтты. Ал кәсіптік және техникалық білім беру бойынша облыста 2020-2021 оқу жылында 46 колледжде 23.700 студент білім алуда. Жауаптылардың мәліметінше 39 колледжде 59 мамандық бойынша 245 кәсіпорынмен 3 жақты келісім шарт жасалып, студенттердің 66,5% жұмыспен қамтылыпты. Бұл маман атанған барлық жастар жұмысқа толыққанды орналасты деген сөз емес. Ержан Жылқыбаев кәсіби білікті мамандардың тым тапшы болып отырғандығын, берілген білімнің сапасы сын көтермейтіндігін баса айтты. Сондай-ақ атқамінер биылғы жылдан бастап барлық педагогтар мен басшылардың кәсібилігі, атқарған жұмыстары заң аясында қатаң тексерілетіндігін ескертті. Бітіріп атқан балдардың сапасы білімінің, оның жұмысқа тұруы мүлдем нашар. Облыстың басшысы Бердібек Машбекұлы барлық ірі кәсіпорындармен кездесіп жүр. Бәрінің айтатыны сапасы бар, мамандар жоқ бізге. Қазфосфаттан бастап айтып жатыр. Балдарды алғымыз келеді, біліктілігі нашар. Бітірген колледждердің білімі нашар. Биылдан бастап госзаказды максималды түрде қараймыз. Керек емес мамандықтар, керек емес колледждердің сұранысқа жоқ, колледждердің ешқайсысын қолдамаймыз. Былтыр кәмелетке толмағандар арасында 109 қылмыс орын алып, дерек біршама төмендеген, ал суицидтің 7 дерегі тіркелген екен. Жауаптылар мұндай олқылықтардың бірде біреуі болуға тиіс емес деп отыр. Мен енді ата-анамыз біз ең бірінші. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі қоғамдағы допты ұрған сайын секірет дейді, біз айтқан сайын қылмыстың тек саны да түрі де қорқынышты болып бара жатыр. Менің өз ойым, басқа ұжымдарда тек білім ғана емес, басқа да жұмыс орындарында, ұжымдарда, қызмет орындарында неге аптасына 1 сағат тіпті
осы отбасы берекесін сақтау, отбасындағы шаттықты сақтау деген сияқты бір жай ғана демалыс әдістемелік бір сағаттарын ұйымдастырмасқа. Ал Жамбылдағы 3 апатты мектептің мәселесі 2021-2022 жылдары жаңа білім ұяларының бой көтеруімен шешіледі дейді мамандар. Сондай-ақ 3 ауысымды 6 мектептің проблемасы да өз шешімін таппақ. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбаев, Жеті Ньюс.